Асығыс іске әзәзіл араласар. Уақыт күтпейді. Асыққан жолаушы атына теріс мінеді. Тамақты асығып ішпе, түйілерсің. Сөзді асығыс сөйлеме, күйінерсің. Армысыздар, ассалаумағалейкум. Құрметті тыңдарман, сіздермен бірге Бақыт лайф бағдарламасы. Қош келдіңіздер біздің бағдарламамызға. Әрине біздің бағдарламада әртүрлі тақырыптарды көтереміз. Психологический тақырыптардан рухани тақырыптарға дейін. Әрине тәрбие жайында, қарым-қатынас жайында. Сондықтан біздің бағдарламаларға тіркелмеген болсаңыздар, тіркелулеріңізді сұраймыз. Қоңырауды басуға ұмытпаңыздар. Жаңа тақырыптар шыққан кезде сіздерге естелік ретінде еске салып отырады. Мінекей өткен жолы біз сіздермен бірге бір тақырыпты бастап, оны аяғына дейін аяқтап үлгерген жоқпыз. Бүгін мұнда және қазір деген өте маңызды тақырып. Естеріңізде болса, егер ақшаның орнына уақыт болса, біз жалақыны уақытпен алатын болсақ, бір нәрсені ақшамен емес уақытпен сатып алсақ, жолақыны ақшамен емес уақытпен төлесек, қалай болар еді? Мінекей достар, осындай сұрақтарды қойдық өткен жолы тақырыптың басында. Және де бүгін жалғастырамыз. Кішкене қысқарақ айтатын болсақ, біз асығыс жайлы айттық. Асығыс адабымен не істемейді? Жаңа басында да мақал-мәтелдермен айта кеткен едік кішкене. Тәжірибемен бөліскен кезде, әрине кей кезде адамдар асыққан кезде дұрыс емес киімін киіп қояды. Әрине кей кезде тамақ тез асығып ішіп, бет-аузың бәрі лас болғанын байқамай шығып кетеді. Мұндай сәттерде адам жанының жауы шайтан. Тамаша болды. Енді менің тағы бір бос емес адамым бар. Ол көбірек алғыс келеді деп күледі. Неліктен? Өйткені адамдар көп нәрсені алғыс келеді. Саналы ма жоқ па, әрқашан өз ойымызда. Бізде бар нәрсені басқа адамдарда бар нәрселермен салыстырып бағалаймыз біз, солай ғой. Ал біз салыстыра бастаған сәтте біз көп нәрсені қалау және оған жету үшін бар күшімізді салудың тұзағына түсеміз. Бұл тілектер бізді тұрақты жұмысқа орналастырады. Содан не үшін? Сондағы қалаулы тағы бір нәрсені алу үшін. Бір оқиғанмен бөлісе кетейін. Бір ер кісі қарапайым, енді өзің балығымен, балық аулайды екен. Азан түскейдің балық аулап, түстен кейін өзінің жаз дүниесіне уақыт бөледі. Сонда бір кісі оған айтады екен, сіз неге түскейдің жұмыс істейсіз дейді. Несі бар дейді? Мен азында кеттім, түскейдің балық аулап, ісімді бітіріп, сатып, енді түстен кейін үйдем, бала-шағамның қызығын көріп демалам дейді. Басқа не істеймін дейді. Қатар дегенсіз дейді. Кешке дейін жұмыс істемейсіз бе дейді. Не үшін дейді? Егер де сіз кешке дейін жұмыс істесеңіз, көбірек табасыз ғой дейді. Маған онсыз да жақсы тауып жатыр, маған ештеңе артық кері жоқ дейді. Жоқ, сіз кешке дейін жұмыс істесеңіз, ақшаңыз көбірек болады ғой. Ол көп ақшамен не істеймін дейді. Енді тағы көбірек жұмыс істеп, көбірек ақша болады. Тағы бір жаңағындай қайық аласыз, 2 қайық болады. Кейін жұмысшылар жалдайсыз. Кейінше дейді. Енді тағы жұмысшылар не істеп, кейін өзіңіздің жаңағындай енді заводыңызға ашасыз дейді. Ал кейінше. Кейін тағы көбірек адамдар аласыздар дейді. Өсесіз дейді. Бастық боласыз дейді. Ал кейінше дейді. Енді үлкен бизнесмен боласыз дейді. Ал кейінше дейді. Енді үлкен бизнесмен болған соң енді не істейсіз енді? Өзіңіздің қалауыңызбен 2-ге дейін істеп, түске дейін мысалы. Түстен кейін демалсаңыз болады, өзіңіздің шаруаларыңызбен айналыссаңыз болады. Сондағы не үшін деймін да? Бұл оқиғаға қарайтын болсақ, басында неден бастады? Қиналып, ақыры соған қайтадан жетпекші адам. Адамның өмірінде аз, көп нәрсені бере берсең, ол ала береді. Көбірек жалақы берсең, ол жете бермейді, расында да. Ананы алғысы келеді, анағын қызығады, қызығушылық және де асығыс. Асығыс адамдарды бүгін қалай жоюға тырысады. Адамдар асығысып жолды өтіп кетуге тырысады. Бадашамен емес, кей кезде өзің қалаған жерінен тереу өтіп кетсем бе деп өте кетеді. Бірақ өкінішке қарай кейбір адамдар ондай жағдайдан көз жұмады. Әрине, көлік жүргізушілер ондай жағдайды күтпейді. Сондықтан асығыс кезінде біз қалай ойланамыз? Не жайлы ойланамыз? Кей кезде кішкентай балалар бір нәрсені дұрыс емес деп қойса, қателік істеп қойса, немені ойладың? Қай жағымен ойладың деп, сен басың, миың бар ма, жоқ па деп ұрсады ғой солай. Солай емес пе адамдар? Бүгін үлкен кісілер ұрсады. Ал бізге кім ұрсады үлкен кісілерге? Құдай жаратушы бізді қинамайды. Қайта бізге кеңес береді. Сондықтан достар, бізде енді Құдай бізге тапсырып кеткен өзінің сөзі бар. Киелі кітап бар. Оның өте көп маңызды сөздер бар. Егер де киелі кітапты түсінбесеңіздер, біздің осы бейнебаянның астында Алкитап деген сілтеме бар. Соған өтіп киелі кітап сабақтарын өтсеңіздер болады. Әрине киелі кітап сіз
енді ол өзгертілген, ол дұрыс емес деп енді сондай пікірде болсаңыздар, көп адамдар енді өзінің пікірлері емес, оларға біреулер байлап қойған ол пікірді. Басқалардан естіп, сөйтіп оларда аулақ болуға тырысады да. Егер де күмәндансаңыздар, жаңағыда астындағы Аль-Китаб деген сілтемеге өтсеңіздер, alkitab.media деген. Сонда пайғамбарлар мен кітаптар деген тақырып бар, сабақтар. Соларды өтсеңіздер, көздеріңіз кішкене ашылады. Одан қорықпаңыздар достар, тістеп алмайды. Киелі кітапта өте мынандай маңызды керемет сөздер бар. Былай дейді: жер бетінде өздеріне байлық жинамаңдар. Неліктен? Ойланасыздар ма? Бұл жер ойланып көріңіздер. Неліктен? Неліктен бізге киелі кітап олай дейді? Жер бетінде өздеріне байлық жинамаңдар. Сенің қазынаң қайда болса, жүрегің де сонда болады дейді. Мұқият болыңыздар. Жүрегің қайда болады дейді. Байлығың қайда болса, жүрегің де сонда болады. Адамдар бүгін байлықты жинап алады да, үлкен енді вороталар соғады өзіне. Көптеген охраналар, жаңағыдай видеокамералар қояды, бақылайтын. Иттер үлкен. Не үшін? Сондағы өздерінің байлықтарынан қорқады. Жүректері сонда. Сондағы жанұясына уақыт бөлсе, иманға келсе, жерде емес, Құдайдың еркін орындап, байлықты көкте жинаса ғой. Жақсы істермен емес, достар. Киелі кітапта көп нәрсе, расында да кей кезде оқыған кезде өзім таң қалам. Сіздер де қолыңыз алсаңыздар, өте таң қаласыздар. Ол жерде киелі кітап ішінде тәрбие жайлы, жұмыс жайлы, қарым-қатынас жайлы барлық нәрсе жазылған. Сондықтан өз қалауларыңызға назар аударып мұқият болыңыз. Өйткені олар сізді өмір бойы бағыттайды және ынталандырады. Алланы тану сіздің басты мақсатыңызға және ең үлкен тілегіңізге айналсын, достар. Асығуды тоқтату, әрине бұл бәрін өз бетімен жіберуге немесе жалқау болу керек дегенді білдірмейді. Билли Грэм деген кісі былай деп жазған: біздің бәрімізде күніне бірдей минуттар бар. Мәселе мынада, біз оларды қалай пайдаланамыз. Қазіргі адамдардың көпшілігі не тым бос немесе бос емес. Киелі кітап екі шектен шығудан да қате екенін айтады. Әрине қазір адамдар көптеген жаңағыдай спикерлер арнайы лекциялар жүргізеді. Адамдарға өздерінің уақыттарын қалай ұстау керек екенін. Кей кезде адам уақытты қадағалайды емес, уақыт адамдыға да жаңағыдай қадағалайды. Уақыт бізге жұмыс істемейді, біз уақытқа жұмыс істейміз. Солай ғой. Сондықтан енді қарапайым кішкене қысқасын айтсам, 4 кесте бар. Бірінші кестеде өте енді шұғыл маңыздылар да. Сонымен екінші кесте. Жаңағы бірінші кестеде маңызды және шұғыл дедік. Сонымен екінші кестеде де шұғыл емес, бірақ маңызды. Мысалы, біріншісінде оны дәл қазір істеу керек та. Екіншісінде оған уақыт бөлу керек. Ол маңызды, бірақ шұғыл емес, кейінірек істеуге болады. Үшінші кесте бұл аса маңызды емес, бірақ шұғыл. Мүмкін оны біз нормамызға біреу істеді, ал төртінші кесте оны жойып салу. Енді ол ойды, мысалы, ол істі ұмыту ол жайлы. Сөйтіп өзіміздің уақытымызды бөлсек болады, достар. Көпшілігіміз тым бос емес болудан қиналғанымызбен кейбіріміз әлі де жалқау болуымыз мүмкін. Бұл дұрыс емес және онымен жұмыс істеу керек. Асығыс және жалқаулық біздің өмірімізден кету керек. Белсенді болыңыз. Құдайға сеніңіз, оның шақыруларына бағыныңыз және өзіңізбен және Құдаймен тепе-теңдікте өмір сүріңіз. Достар, мінекей қарапайым осындай кеңестер бүгін мұнда және қазір. Адамдар асығыстан өздеріне де уақыт бөлмей кетеді кей кезде. Дұрыс емес киінеді кей кезде. Айналасында, жанұясында қанша адам бар екенін кей кезде ұмытып кетеді. Жұмыс деп. Кей кезде тоқтап, әйеліңізбен бір жерге барып қайтыңыз. Бала-шағаларыңызбен бір жерге барып кішкене мороженое жеп қайтыңыздар. Демалу керек кей кезде адамдар. Достар, тоқтаңыздар. Мінекей бізге Құдай бұл жайлы айтып жатыр. Тоқтайық. Сіздерге бұл тақырыптар қызық болса, достар, бізге лайк басып, бейне жазбаның астында комментарий қалдырыңыздар. Тіркелмесеңіздер, әрине тіркеліңіздер. Қандай тақырыптар сіздерді қызықтырады? Біздің комментарийға жазсаңыздар, біз соларға дайындалып сіздерге ұсынуға тырысамыз. Келесі жолға дейін сау, сәлемет болыңыздар.